ауылдың торабы, төрткүл дүниенің алтын бесігі, шырайлы қаламызға қош келдіңіздер. Шоты шабалақтарыңыздың дым настроение құрметті достар, былай кешейікші. Әлбетті Қазақстан, жаңа Қазақстанның жаңа отбасы, Дулат пен Мадинаның үйлену тойына қош келдіңіздер. Тамырын тереңге жіберген, мәуелі ағаштай жапырағын кеңге жайған, бақ қонып бесігін қыдыр тербеткен, пейінен пейіштің исан қып жүретін, ырысын ел білген, бұл әулеттің сұңқары ұшқан, тұлпары шапқан, қыдыры қонған, бесігін бақыт келіп тербеткен, Лесбек әулеттің қуаныш тойына қош келдіңіздер. Құрметті достар, Лесбек әулеті өсіп-өнген әулет, оны сіздер жақсы білесіздер. Бүгінде міне осы Лесбек әулетінің бағыда жауға шапқан батыры бар, ел басқарған датқасы бар. Айта берсең ағайын, Тоғатай дейтін елдің талай жақсысымен саңлағы бар. Бүгінде осы Тоғатай елінің байрағын биік еткен, Алталашқа аты мәшһүр, өз ісінің хам шебері. Бүгінде міне ардақты ағайын, ардақты азаматтар жиып, алтын дастархан жайып, Дулат пен Мадинаны бақытты қыламыз деп, сіздердің ақ баталарыңызды аламыз деп, халалдан дастархан жайып, елдің ықыласына бөленіп атқан, 90 қазан қайнатып, торқалы той жасап атқан Ануарбек ағамыз бен Гүлмир анамыздың тойы баршаңызға жұғысты болсын, достар. Алеке, Жамболат, сен мен что-то көрмей тұрсың ау деймін. Танисыздар ма жалпы, құрметті достар? Танисыздар ма деп отырмын, жандарын сол. Құрметті достар, бүгін міне алтын дастархан жайған біздің Ануарбек ағамыз бен Гүлмир ана бүгінгі Құтқанадағы қасиетті қара шаңырақтағы ел арасындағы құрметті үйге айналған шаңырақта қуаныштарыңыз құтты болсын. Ұрпақтың өскені жақсылыққа жеткені дейді ардақты ағайын. Ұрпақ өсірген елдің ардақты азаматтары. Бүгінде соның бірі біздің әнеге өз үстінің хам шебері, тек қана жан жағына жақсылық жасайтын, сәулесі көпке түскен азамат. Ал енді ол кісінің қасында тұрған инабатты да, ибалы, ашарлы, қазақта айтады, ажарлы әйелдің тамағы тәтті дейді. Бала табалатын, тапса бағалатын, жан жағына шуағын шашалатын. Біз әрине Гүлмир анамыздың құрметіне де бір қол ұрып қошеметтеп қойсақ, достар, жарасы. Сонда қуаныштарыңыз құтты болсын. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Енді әнеке сүйгеніңізді алып, біздің қасымызда тұрсаңыз, себебі қазір постқа шығып келе жатқанда сіздерде бір махаббаттың сезіміне беріле кетсеңіздер деген ой. Құрметті достар, әрине махаббатым қайыр екен қалқыған, сен қайықта, мен жағада жетемін деп талпынам. Өтейік шарқы бетке қайығыңа мінгесіп, екіншісінің бірін сен, екіншісі мен есіптеп тұрған. Біздің Дулат пен Мадинаны достар қарсы алатын уақыт келді. Сондықтан жаңа Қазақстанның, жаңа отбасының, әрине құрметті достар, бір атмосфераны өзгертіп, бір жастарға деген демеу жасап, бір жақсылап поддержка берейік, достар. Сіздердің қошеметтеріңізбен сахна